Маған мынадай ой келді. Әйелдер өмірінің бірінші жартысын жоспар құруға арнайды, ал екінші жартысын сол жоспарларды қиратуға арнайды. О, Құдай, бұл менің өмірімнің қысқаша мазмұны ғой. Сенің жасың нешеде? 19-да? Бар жоғы 19-дасың ба? Құдай. Лючия, білесің бе? Өміріміздің бірінші жартысын біз жоспар құруға арнайды екенбіз, ал екінші жартысын сол жоспарларды қиратуға арнаймыз. Не? Бұны ана жігіт Лука айтты. Апаң тәртіпті ұнатады екен. Ол нағыз жауыз. Бәрін жинастырады, бақылайды, бәрін біледі. Артын жинап жүретін адамдар туралы өз теориям бар. Қандай? Меніңше, олар өмірінің бірінші жартысында берекесіз болған. Ал сосын, кенет олар электр сыпырғымен қаруланып, бәрін лақтыра бастайды. Олар іштегі қоқыстарын көрсетпес үшін сыртын жалтыратып қояды. Бірде, кішкентай кезімде сантехникке есікті аштым. Ол, үйде еркек бар ма деп сұрай бастады. Бір кезде апам келді де, бұл үйде тек бір ғана еркек бар. Және ол мен, түсінесің бе? Құттықтайым, жолың болған. Биік өкшеде ерін талаптарда ештеңе көрмейсің. Сен кереметсің, кеттік. Ол сондай нәзік сүйкімді бала еді. Мен сондай бір сүйкімді, нәзік бала туралы оқыған. Ол бір күні таңертең балтаны алады да бүкіл отбасын қырып тастайды. Сендер не деп жатырсыңдар? Сыбырласуды қойыңдар. Ештеңе, жай өзіміз.